Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін мерекелік дастарханға арналған, яғни қоян жылына осындай сәбіз салатын жасайтын боламыз. Өте дәмді, нәзік, керемет болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажет заттар ол тауық еті, жұмыртқа, пияз және де картоп пен сәбіз керек болады. Ең алдымен біз пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Маринадтап алуымыз қажет. Бөлек ыдысымызға саламыз да үстіне бір шай қасық тұз қосамыз, бір шай қасық қант қосамыз және де 9%-тік бір шай қасық уксус құямыз да үстіне жаңағы ыстық қайнап тұрған сумен құйып бір шетке ысырып қоямыз. Енді картопты, сәбізді және де жұмыртқаны үкіштің үстіне кішкентай бөлігіне өткізіп аламыз. Осылай дайындап аламыз алдын ала. Енді етімізді турап аламыз. Еттің орнына кез келген жаңағы етті қолдануға болады. Жылқы еті болсын, сиыр еті болсын, әркімнің өз қалауы. Мен осындай ысталған тауық етін қолдандым. Осылай да өте дәмді болып шығады. Осылай көбіктарға турап шығамыз. Енді өздеріңізге ыңғайлы тарелкаларыңызды алып, салатымызды жинауға кірісеміз. Ең астыңғы бөлігіне осылай картопты мен орналастырып шықтым. Осылай үш бұрышты етіп, сәбіздің формасын жасап шығамыз. Үстіне кішкене тұз қостым. Және де майонез жағып шығамыз. Кішкене майонезді көбірек аямай жағыңыздар, сонда құрғақ болмай, өте дәмді, сочный болып шығады. Үстіне етімізді орналастырып шығамыз. Пиязымызды суынан ажыратып алып, осылай еттің үстіне орналастырып шығамыз. Үстіне үкіштен өткізілген жұмыртқамызды саламыз. Кішкене жан жағына да салып шығыңыздар. Достар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, мені жаңа рецептерімді өткізіп алмайсыздар. Және де мен каналымда торттардың, пирогтардың және салаттардың түрлі рецептері бар. Және де майонезімізді жағып шығамыз. Тағы да кішкене көбірек теу етіп жағыңыздар майонезді. Және де ең үстіне сәбізімізді орналастырып шығамыз. Жан жақтарын осылай салфеткамен жинап аламыз. Таза бәрі жинақы болуы үшін. Және де мейіздің көмегімен мен әсемдеп шығамын. Кішкене жіңішке бөліктерге бөліп аламын да, осылай жолақтар жасап шығамын. Жолақтарымыз дайын. Енді ақжелкеннің көмегімен осылай әсемдеймін, сәбіздің формасын келтіремін. Және де біздің салатымыз дайын болды. Дайын болған салатты холодильникке қойып қойсаңыздар, сіңіп өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше.